Сәлем достар, сіздермен бүгін осындай үй жағдайында пиццаның қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін мынадай ингредиенттер қажет болады: құрғақ дрожжи, тұз, сұйық май, бөлме температурасында су және ұн қажет болады. Құрғақ дрожжиімізді суға салып жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Жақсылап араласу өте маңызды. Одан кейін тұзымызды саламыз. Сұйық майымызды құйып аламыз. Және дрожжи араласқан суымызды құйып, біркелкі қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап араластырған кезімізде, яғни басында осылай бірікпеуі мүмкін, яғни өте қиын болуы мүмкін, бірақ жақсылап илей берсеңіздер, өте жақсы қамыр шығатын болады. Осындай дәл осы рецептпен жасасаңыздар, қамырларыңыз керемет болып, пиццаңыз өте дәмді шығатын болады. Жақсылап иін қандырып қамыр илейміз. Егер де сізде үйіңізде миксер, қамыр илеуге арналған миксер болса, миксердің көмегімен де илеп алсаңыздар болады. Одан кейін қамырымызды әрі қарай үстелдің үстінде илеп жалғастыратын боламыз. Аздап үстелдің үстіне ұн сеуіп алдым. Қамырды иіні қанғанша өте жақсы қылып илеп алатын боламын. Міне дайын қамырымыз осы видеода көрсетілгендей болып шығады. Өте жақсы, иіні қанған, керемет қамыр болады. Бұл қамырдан мен таразыға салып өлшегенде 964 граммдай қамыр шықты. Бұл қамырдан 2 үлкен пицца немесе орташа 3 пицца жасауға болады. Мен таразының көмегімен қамырды теңдей 3 бөлікке бөліп алдым. Әрбір бөлігін жақсылап шар формасына келтіріп, золала жасап алдым. Бұл қамырларды холодильникке немесе морозильникке, мұздатқышқа салып сақтап қоюларыңызға болады. Ол жерде 3 күн, 4 күн сақтауға болады. Енді контейнерімізді жан-жағын майлап, қамырларымызды орналастыратын боламыз. Қамырларымызды да жақсылап майлап аламыз, өйткені жан-жағына жел кірмеу үшін, қамырымыз құрғап қалмау үшін біз қамырларымызды жан-жағын майлап, осылай видеода көрсетілгендей шет-шетіне жағып шығамыз. Дайын болған қамырларымызды аузын жауып, контейнеріміздің морозильникке сақтайтын боламыз. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, пікір жазыңыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер, достар.